Онлайн квест ойындарды ұйымдастыру үшін іздеу жолағына Joyteca деп жазасыздар. Мінекей Joyteca'ның сілтемесі ашылды. Сіздерде осындай бет ашылады. Келесі кезекте өзіміздің электронды поштамызбен біз тіркелеміз. Мен тіркелгенмін, сондықтан маған бірден ашылады. Келесі кезеңде біз создать задание дегенді басамыз. Көріп тұрсыздар, 5 түрлі тапсырма жасауға болатын шаблон шығады. Біз бүгін сіздермен квест ойындарын әзірлейміз. Ойындарын әзірлеу үшін мінекей бірнеше шаблондар ұсынылған, әртүрлі бөлмеде ұйымдастыруға болады. Бұл жердегі бөлмелер ақылы түрде де және де тегін түрде де бар. Сіздер өздеріңізге қажеттісін аласыздар. Енді бүгін біз бірінші комната с книжками деген бар, с книгами, сол шаблонда тапсырма әзірлеп көрейік. Мінекей галочканы қоямыз, дальені басамыз. Әрі қарай біз сіздермен мына тұрған бос ұяшыққа тақырыпты жазамыз. Ол жерге пәннің атауын жазуға болады, немесе пән бойынша бөлімнің атауына байланысты тақырып қоюға болады. Енді оны өздеріңіз қарайсыздар. Келесі қадам загрузите задание деген бөлікті басамыз. Бұл жерде бізде 5 түрлі тапсырма құруға болады. Бірінші тапсырма, мысалы, төменгі жақта көрініп тұр. Мысалы, біз ашық типті сұрақ қоямыз, оның сол жағына суретте қоюға болады. Множественный выбор, мысалы, тест түріндегі тапсырманы екінші сұраққа әзірлеуімізге болады, және де мына тұрған ұяшықтарды бояу арқылы, белгілеу арқылы біз дұрыс жауабын белгілеп қоямыз. Келесі үшінші тапсырманың үстінен басамыз, және де тип заданиеді басамыз. Одан кейін сол тапсырмаға байланысты жауап нұсқаларын енгіземіз. Осылайша біз әрбір сұраққа ұяшыққа дейін дұрысында осындай сұрақтарды енгізіп, бұл жерге суреттерді қосып, сонымен байланыстырып, әртүрлі тапсырмалар әзірлеуге болады. Енді бұл жерде тек қана 3 түрі бар, открытый вопрос, одан кейін тест түріндегі сұрақ жауаптар, яғни осыны біз әртүрлі форматта қызықты етіп ұсынатын боламыз. Мінекей біздің барлық сұрақтарымыз дайын болды. Далені басамыз. Одан кейін төменде тұрған функцияларға іске қосамыз. Және де мына жерде бізде сілтеме арқылы өтуге болады, немесе QR код арқылы. Енді осы сілтеме арқылы мен өтіп, өзімнің ақпаратымды толтырайын, және де біз сіздермен осы ойынды ойнап көрейік. Мінекей осы сілтемені ашқаннан кейін оқушыларда осындай бөлме ашылады. Заттарды нұқып көру арқылы біз сұрақтарды табамыз. Сұрақтарды тапқаннан кейін ол шығады, және біз оған жауап беруіміз керек. Мына жерде кітаптарда, мінекей соңғы кітаптан бір зат шықты, біз оны қоймаға жинаймыз. Ал кітаптың үстінен басатын болсақ, кітаптан сұрақ шықты. Мінекей біз сол сұраққа жауап береміз. Сұрақтарды енгізгеннен кейін программа өзі автоматты түрде осылай сұрақтарды әр жерге тығып тастайды. Шкафты ашқанда төменгі жағынан тағы да бір сұрақ шықты. Осылайша оқушылар сұрақтарды іздей отырып, оны тауып, сұрақтарға жауап береді. Ол сұрақтар логикалық тұрғыдан болуы мүмкін, пәндеріңізбен байланысты болуы мүмкін, әртүрлі деңгейдегі тапсырма болуы мүмкін. Енді оны өздеріңіз байқап, әзірлеп дайындайсыздар. Енді мына жердегі кілемшеде текке жатқан жоқ. Бұл бөлмедегі заттардың барлығының өзінің бір қызметі бар. Мына тұрған дискінің да өзіндік қызметі бар. Демек, бұл дискіні біз мына тұрған процессорға қойып, мониторды қосуымыз керек деген сөз. Яғни, осындай ойындар оқушылардың логикалық ойлауын, сыни ойлауын қоса дамытады. Мінекей, шын мәнінде сұрақ шықты. Енді тағы да сұрақтарды іздеп көреміз. Бізге бұл есік барлық сұраққа жауап бермей ашылмайды. Бізде қоймамызда ешқандай зат жоқ екен. Мына төменгіні басатын болсақ, біз қанша сұраққа жауап бердік және қаншасы қалды. Біз 4 сұраққа жауап беріппіз,
Енді бір сұрақ бар. Біз жылжытып көрдік, жылжиды екен, одан телефонның қуаттағышы шықты. Енді бұл қуаттағыштың қызметін табуымыз қажет. Мына телефонға апарып көріп едік, жоқ, оған қыстырылмады. Демек, мен телефонды түртіп көрейін, ол қоймаға барды. Демек, мен ол екеуін қатар қолдануым керек деген сөз. Оларды осылайша ойлана отырып іске кіріседі. Енді бұны қоса алып келсем, бізде бұл тоқтың нүктесі жоқ екен. Демек, біз оны табуымыз керек. Бізге көрініп тұрған ешқандай қуаттайтын нүктені көріп тұрған жоқпыз. Демек, мына шкафты жылжытып көру керек. Бізге шкаф жылжыды, және артында мінекей тоқ нүктесі бар екен. Қыстырып көрдік, міне ұялы телефон қосылды. Үстінен басқан кезде тағы да бір сұрақ шықты. Енді осы ашық сұраққа жауаптарын жазады. Және де егер де барлық сұраққа дұрыс жауап бергенде, мынау есік ашылар еді. Мен барлық сұраққа автомат түрде жай ғана жауап бердім, сондықтан да бұл есік маған ашылмады. Енді сіздер оқушыларыңызға осындай қызықты онлайн квест тапсырмаларды ұйымдастырып, олардың сабаққа деген қызығушылығын арттырыңыздар. Әсіресе бұл тапсырманы үй тапсырмасы ретінде әзірлесеңіз тиімді болмақ. Рахмет назарларыңызға.